Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет ыстық тағам түрін дайындаймыз. Бұл тағамның аты көп, дымляма, сірне деп те атап жатады. Ең бірінші пияздарымызды осылайынан ортасынан бір бөліп, одан кейін осылай жіңішкелеп, ұзыншалап, турап дайындап аламыз. Одан кейін сарымсақтарымызды да осылайынан ұсақтап турап аламыз. Ендігі кезекте сәбіздерімізді осылайынан қатты қалың емес, жұқа да емес, осы орташа қалыңдықта домалақтап турап шығамыз. Еттерімізді осылайынан үлкен етіп турап дайындап аламыз. Негізі бұл сірнеге қойдың етінен өте дәмдірек болып шығады. Бірақ кез келген етті пайдалана берсеңіздер болады. Міне осылай үлкен етіп турап дайындап аламыз. Ендігі кезекте картоптарымызды да осылайынан ортасынан бір бөліп турап дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майымызға алдымен еттерімізді жақсылап араластырып қуырып аламыз қызарғанша. Міне еттеріміз қуырылды. Енді оның үстіне турап алған пияздарымызбен сарымсақтарымызды қосып жақсылап араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка салсақ та болады. Жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін кез келген етке қосылатын приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып үстіне біраз 1-2 қасықтай соя соусын қосып жібереміз. Жақсылап араластырамыз да одан кейін турап алған сәбіздерімізді салып, одан кейін үстіне турап дайындап алған картоптарымызды салып, үстіне мен қатырылған тәтті бұрыштарымызды салдым. Одан кейін аздап кішкене ғана 200-300 миллиграммдай су құйып, одан кейін үстіне осындай қырыққабаттарымызды, капуста дейміз ғой, соны салып бетіне нығыздап жауып шығамыз ауа өтпейтіндей. Одан кейін газын астын ақырындатып 1-1,5 сағатта осылайдан әдемі қылып пісіріп аламыз. Тамағымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Достар, егер каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге осындай керемет тағам түрлерін дайындап көрсететін боламын.